Ұят болды ағайын. Мен негізі адамдар туралы көп сөйлемеймін. Поименно дейді, адамның атын атап тұрып. Бірақ енді өзін мақтап, баяда бір шаншарда мынандай бір әңгіме болушы еді ғой. Өзінің айтуы бойынша сұмдық ақын дегендей. Сол жақта өзіні айту бойынша ғалым, абай танушы, діндар, қазақтың бас биі деп сайланған, иә? Мен ешқандай да би болайын деп келген жоқпын. Енді біріншіден мен тұңғыш би емеспін. Жалпы қазақта би көп болған. Басында кітаптар жазып келатыр еді, харекет деп, нақыл сөздер айтып, күшті болып келатқан бір ағамыз, Омар Жәлел туралы айтып отырмын ғой енді. Желіде өзінің жын шайтан сияқты бір билеп жатқаны. Өткенде анау өзінің жұбайын тастап кеткен ба, сондай әңгімелер тарап жүрді. Көрмейтін мысалы. Кеше мысалы Дубайда болдық, қараймын, не бар ғой, тас не төсейтін жерге? Нет, брусчатка. Он күн жүріп көрмеймін, кетеді қарасам, анау гүл сияқты да бүйтіп. Мен тасты көре бастадым, төс. Сеанс сала бастап, тасты көре бастадым. Сондай ән көресінде адамдарға не болған дейсің? Мынау жұлдыздың, мынау әр жұлдыздың өзінің табиғаты бар. Бекасыл әулиенің зигзал деген еңбегі бар, жұлдызнама. Ол исламда бұрыннан бар ілім ғой. Сонда міне сөзі деген осы. Сол кезде мен мынандай нәрсені еске түсті да, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар бола тұра ойлаңызшы, ол пайғамбар, иә, өлгенше мына дұғаны айтып кеткен екен. Я муқаллибал құлуб, саббит қалби аля диник. Ей, жүректерді ауыстырушы, менің жүрегімді сенің дініңде нық бекем ете көр деп өлгенше осы дұғаны айтқан екен. Сондықтан да біз мұсылманбыз ғой, алхамдулилля. Біз егерде осылай дұғаларды айтып жүрмесек, дінімізде нық ұстап жүрмесек, біз осылай тентіреп, илеп, болмаса әруақ, әмбие, яғни Алламен біз бірге тағы біреуді қосып, Конфуций дейма бір нәрсе де қуып кетеді екенбіз. Бұл Құдайдың жаратылыс себебін ашып беріп жатыр. Мына бала неге әртүрлі? Өйткені он туған кезде оның планетасы әртүрлі. Оның ғаламшары әртүрлі. Оның жұлдызы әртүрлі. Жұлдыз ғой ғаламшары? Иә, жұлдыз. Жұлдыз көресіз бе? Соны ашып береді бұл. Я муқаллибал құлуб, саббит қалби аля диник. Ей, жүректерді ауыстырушы, менің жүрегімді сенің дініңде нық бекем ете көр деп. Сондықтан да осындай дұғаларды айтып жүріңіздер. Осы дұғаны жазып қоямын. Таратып жүріңіз, біліп жүріңіз. Әрқашанда жүрегіңіз Алланың дінінде мықты болсын.